Мында бір Nissan Qashqai тұр. Nissan Qashqai'da затын түсірейік. 5 ключевой доступ деймін, мынандай ашатындар бар екен. Опа, мынандаймен тартып қойыпты ғой. 2007 жылға 2 куб 5 миллион 100 дейді. Телефон номер 777 520 76 77. Звондаңыздар. Мына бір лупарикті көрейік. Лупариктің жылы 97, объем 2.8, бағасы 3 миллион 900. Телефон номер 707 007 7401. Мінекей. Өте әдемі, я? Өте керемет. Бірақ енді мынаның шинасы жоқ болып кетті. Сразу зимнийге ауыстырмаса болмайды. Цирик, газель. Жазылған бекен бұлар. 2007 жылға бағасы 6 миллион дейді. 776 805 5000 дейді. Неке газельдің түрі мынадай. Как вам такое? Универсал Приора. Салон өте таза секілді ма, қалай өзі? Тазалау екен сәл-сәл. 2013 жылғы екен. 2 миллион 300 дейді ол. Мәсәлән. Айналайын ау. Бағасы, телефон номері 702 969 89 09. 09 ба точно? 09 екен. Қараңыздар. Білмеймін енді, состояниесіне өзі уверенный болып қойған ғой бағасын ше. Мынандай дискілермен болғаннан кейін мына жерлерінде плотно болып тұр ма, или өзі сондай ма? Subaru Forester тұр мында. Subaru Forester. Бұл транзит номермен жүр. Жылы 2014, пробег 80 мың дейді ме, 6 миллион 700 мың теңге. Объем 2.5. Жүрерін жүріп тастаған. Телефон номері айта кетейін 778 632 45 19. Окей. Келесі Mercedes. Әртүрлі машина араластырып сүреді. 92 жылға 2.3 екен объемы. Бағасы да 2.3 договорный дейді. 708 571 0855. 90 қанша жылғы мынау, ё-май. 92 жылғы. 92 жылғы машинаны 2.3-ке алар ма едіңіз сіз? Енді состояниесі ля-ля болып тұрған сияқты, ішіне қарасақ ше. Өте керемет болып тұр. Енді бір мынадай Camry мен Kia тұр екен. Осыларды түсіре кетейік. Camry 2011 жылғы 9 миллион 300 дейді. Объем 2.5. Номер 707 981 42 52. Мінекей. Келесі Kia'ға нақады өтіп кетейік. 2017 2.4 объем 10 миллион 300 дейді. Телефон номері 707 981 42 52. Так, міне қараңыздар. Қолына айналып көрейік. Қазір мына транспортта да түсірем. Сосын мынаны түсірем қазір. Бірінші осын түсірем. Kia K7 3 деп тұр объемы. Көрейік бұны. Ё-моё, артында мына сиденьесі күшті екен да, ана тұрған. Өте әдемі. 8 миллион 300 дейді бағасы. Kia K7 2013 жылғы 8 миллион 300. Телефон номер 777 310 303 1303. Авто из Кореи.
уступка бірдеңке деп қойды өйдер. Қуасаңыз мен. Ошы міне, состояниесі Кореядан келетін машиналардың состояниесі әдемі ғой негізі. Енді бұл не? Фав деген машина. Фав деген машина. Ішкі көрінісін қараңыздар. Әрине бұл механика. Срочно продам деп қойыпты. Сигнализация плюс центр замок. Автозавод бар екен. Кондер 2023 жылғы пробег 4000 екен бар жоғы. Қанша миллион теңге деп қойған мына жерде. Мен номерін айтып жіберейін. Бұл 2024 жылғы екен. Осы жыл алынған екен. Номерді бір байқалмай тұр екен. 770. Бір екінші номерін айта берейін. 747 646 88 33. Мінекей. Номерін алып тастаған. Фав деген сондай бір керемет жүк тасушы көлік. Яндекске әдемі кететін көлік қой мынау. Жигули дейді. Жигули. Салам алейкум құрметті дейді. Не қойып кеткен мұнда? 2010 жылға 2 миллион 600 мың дейді. Телефон номері 702 693 91 91. Керемет па? 2 миллион 600. Жетер жеріміз осы шығар. Енді базар күні келеміз, сол күні бағасын көреміз. Міне тұрған Нива. Бағасын көрейік бұның. Бағасы жазылмаған екен. Телефон номері 778 233 24 24. Бағасы жазылмаған. Сосын міне Kia Morning тұр. Kia Morning 2021 жылғы 6 миллион бағасы. 2021 жылғы дедім. 702 177 55 69. Оның жанында тағы да бір Morning тұр. Бұл да 6 миллион 100 деп тұр. 2022 жылғы екен. Телефон номер 702 177 55 69. Мінекей. Бұдан кейін Kia K5 тұр. Kia K5-ға сүрегі дейік бағасын 2018 жылға 8 миллион деп тұр. 8 миллион 800. Газ екен. 708 254 61 94. Бұнда Hyundai Sonata. Көлік бағасын 2017 жылғы газ дейді, 2 объемы 7 миллион 800 дейді. Телефон номері 708 254 61 94. Hyundai Grandeur. Қазір сипаттамасын оқып берейін. 2013 жылғы 8 миллион 500 деп тұр, объемы 3, пробегі жазылмаған екен. Транзитный номерімен жүрген екен бұл. Барлық көліктерге обзор түсіріп шығамыз қазір бүгін. Kia K7 жылы 2019, не дейді? Свежий пригнан дейді. 2,4 объемы, 25 пробег. Телефон номері 778 589 48 92. Міне, K7 бұл. Kia K7. Міне. Келесі міне Kia K5 екен. Артынан бастап түсіріп жатырмын да, бұны. Автомат. Жоқ, 2 литр газ екен. 2017 жылғы екен. Телефон номер 778 589 48 92.
из Кореи дейді. Kia K5 екен. 2019 43 мың пробег, 707 959 02 32. Мінекей толық виды мынадай. 1996 жылғы автомат коробка, объем 3/2, Mercedes 140 қой, кабан ғой. 775 номері 775 980 89 89. Мінекей толық айналдыра түсіп шығам. Бұл заманда кабанды алатын адам білмедім, мен түсінбедім же. Мұнда бір Passat тұр екен. Ескі номермен 94 жылға 2 миллион 600, объем 2. Телефон номер 707 315 07 06. Мына шаруаға арналған көліктердің бірі ғой. Бүкіл үйіңді сыйдырып алып кетесің. Онда Альфард тұр. Альфардтың тұрғаннан біраз оқыған сияқты. 2002 жылға объемы 3/0 6 миллион 700 мың деп тұр. Телефон номері 707 518 70 70. Қалай өзің бағасына? Стоящий ма? Әрине қазақ номермен тұр. Одан кейін ана лопарик түсірейік. Лопарик өте әдем болып тұр. Одан кейін мына бір лопарик түсіреміз. Жылы 97 жылға 2/8 объем, бағасы 2,5 миллион, бағасы 2,5 миллион, газ бензин дейді. Автомат екен. Телефон номер 701 445 50 88. Мінекей. Авангард деген комплектация істеген. Газ бензин 2.8. Әдемі көлік қой бұл негізінде. Я? Солай емес па? Одан кейін мына Альфардты түсірейік. Армянский учетпен тұр бұл. 3 куб дейді. Телефон номері 701 300 04 28. 7 миллион 200 дейді оған. Жылын жазған бі өзі? Жоқ, жылын жазған. Жоқ, жылын жазған екен да. 2007 жылғы екен. Міне, мына Альфард. Әдемі ма? Армянский учетпен тұр ғой бұл. Қазақ қылу керек пе әлі сонда. Мына жақта бір X-Trail тұр екен, Nissan. Осы X-Trail'ды түсіре салайық. Кәнекей көрейік бағасын. X-Trail 2008 жылғы объем 2/5, 190 мың пробег, цена 6 миллион деп тұр. Телефон номер 705 376 71 11 дейді. Мінекей. 2008 жылғы көліктің состояниесін қараңыз. Мен ойымша нормально деп ойлаймын 2008-ге. Автомат екен тем более. Телефон номерін айта кеттім. Одан кейін Kia K3 тұр екен мұнда. K3 да өтте әдемі. K3 2021 жылғы 1/6 13800 пробег, цена 10 миллион дейді. 701 126 64 64. Қазақ учет екен.
артынан түсірейік мінекей. Осымен болды ау деймін бәрі. Құрметті достар, міне біз видеоның соңына да жетіп қалдық. Әр 2-3 күн сайын среда и воскресенье мен автобазар түсіруге енді Құдай қаласа шығып тұрам үнемі. Каналды қазірден біздің каналға тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар міндетті түрде. Осылай алдағы уақытта и автосалондарда да бағасын түсіріп жүретін боламын. Сіздермен болған Auto KZ Live арнасы